Ендеше бір істі бітірген соң бірден басқа іске кіріс деп айтады. Шарқ сүресінің 70 аятында. Яғни Пайғамбар алейхиссаламға түскен қандай да бір бос уақыт болып қалса, басқа жұмысқа кіріс, басқа іске кіріс деп Алла Тағала өзі пайғамбарға бұйырған ғой. Хасан Басри айтады, Алла оның рахмына алсын. Әрбір таң атқан сайын былай деп үн қатады екен пендеге. Олар адам баласы, мен бір жаңа жаратылыспын, яғни жаңа күнмін. Сенің амалдарыңа мен күмәнмін. Сондықтан менен азығым, яғни менен жақсы амал жаса. Өйткені мен қиямет күніне дейін кеттім, қайтып келмеймін деп айтады екен. Сонда жаңағы Хасан Басри Алла рахмына алсын, оның айтқан сөзінде адам баласы осы өмірді жақсы пайдаланып қалса, жақсы амал жасап қалса, яғни сол күннің өзі сол адамға күмән болады екен. Бірде Ибн Журейх бір топ адамдардың ойлап жүргенін көреді. Бір топ адамдар ойлап жүрген. Сол кезде олардан сұрайды, сендер неге ойлап жүрсіңдер деп сұрайды. Сонда біз босап қалдық, біз уақытымыз бос болды деп айтады екен. Сонда сендер бос уақытты осылай ой күлкімен өткізесіңдер ме деп адам сұраған екен. Ибн Журейх дейміз. Сол енді бар жаңағы аятты оқыған екен, Шарқ сүресінің аяттарын оқыған екен, соңғы аяттарын. Фаида фарауза фансор ва иля роббика фарғоб. Ендеше бір істі бітірген соң бірден басқа іске кіріс. Сондай-ақ әрдайым Раббыңа, оның разылығына қарай ұмтыл деп аятты еске салған екен. Сондықтан да мына біздің Мұқағали Мақатаев қазақтың көрнекті ақыны да бір сөзінде айтқан екен. Уақытты тоқтатар шаман бар ма? Бәрі өтеді дәуірлер замандарда. Менің жаным ашиды бұл өмірді өтпейтіндей көретін адамдарға дейді. Шынында да жаңағы уақыт бәрі өте береді. Ер азамат жаңағы нәпақа тауып, жақсы жұмсап ақтаратын болса, онда үлкен сауабы бар. Және бір кезде айтады ғой, бір ер азамат шаршап келіп, еңбектеніп, бала-шаға үшін келіп, егер демалатын болса, оны таң атқанға дейін Алла Тағала ол адамның күнәсін кешіреді деген ғой. Көрдіңіз, уақытын тиіп пайдаланып, еңбек етті. Соған да Алла Тағаланың көптеген игілігі, көптеген сауабы бар екен.